Диуана мен Бекеш. Хикаят. 5 бөлім. Авторы Айзат Рақыш. Ауыл шетіндегі үлкен қорым. Жас кәрісіне қарамай, қадірлі қадірсіз деп талғамай жұта беретін ажалдың сүйікті ордасым. Сұмажал құрбандығын қомағайлана қалғытып салсам, қара жер құшағын ашып, пендесіне мәңгілік мекенін бұйыртады. Қармен ұйтқи соққан ызғары жерге қасқарып, жалғыз кісі мола шетінде шоқиып отыр. Әлдекімге жалбарынған түрі бар. Жыласа кетпес көңілінің кірі бар. Құранын оқып бетін сипаса да, кетер түрі көрінбеді. Бұл марқұм ата-анасы мен әйелінің аруағына жалбарынып отырған Сейіт еді. Көп болды келмей кеттің деп сөкпеңдер. Жалғыз ұлға қамқор болмадың деп қаһар төкпеңдер. Алла үйіне барып, жаратушымнан жалғыз тілек тіледім. Аманайдың бойында шыбын жаны қалсыншы. Осы тілекпен сендерге де келіп отырмын. Мені қолдай көріңдер. Келесі келгенімде Аманаймен бірге ат басын бұруды бұйырта көріңдер. Сөзінің соңы өксікке ұласып, екіғи дірілдеп отырып қалдым. Желтоқсанның желекпе жері көбік қарды билетіп әкеліп, Сейіттің бетіне шаштым. Жаны жаураған әке қардың суығын елеңде қылмады. Орнынан көтеріліп, қатар жатқан 3 бейтке қарап, сәл тұрдым. Мен тағы келем, Аманайды желеп-жебеп жүріңдер деді де, омбы қарды кешіп, жол жиегіне тоқтатқан көлігіне бардым. Бар жылдамдығыммен қорымның жанынан жұлдыздай ағып өте шықтым. Ол аудан орталығындағы ауруханада ес-түссіз жатқан ұлын көруге асыққан еді. Сейіттің жоғары жылдамдықпен кетіп бара жатқанын көрген ауылдастары түрліше жорыды. Бейшара, арсыз ұлының кесімді не көрмеді? Сақал шашы өсіп, өзі де диуанаға ұқсап кетіпті, деп мүсіркеді біреу. Сол түні Аман аудана келген мұғалім қызды қуаттың зорлығынан құтқарып қалған дейді ғой. Артынша өзі белгісіз біреулерден таяқ жеп, енді міне есін жимай жатқанына жартайға жақындапты. Керісінше, диуана әдетінше қызға шабуыл жасағанда қуат құтқарып қалыпты. Сабазы дүйім оң тұрмай сабапты. Сонда да қызды қорлыққа бермеген. Жігіттің сұлтаны ғой қуат деп, бірі мұғалім жігітті аспандаттым. Не болса да Алла аясын Сейітті. Сыртынан том пішіп, ақыл айту тәрізді ең оңай іске шебер ауылдастар алып қашпа әңгімені өршітіп жіберді. Сейіт аудан орталығына зымырандай зулай жеттім. Ауруханаға алқына кіріп, дәрігерін іздеді. Ауданға жақсы аты мәшһүр хирург Башаев оның 15 күннен бергі сенім артар жалғыз жебеушісіне айналған. Жансақтау бөлімінде тіршілік белгісінсіз жатқан ұлын көруге енді жүзі шыдамады. Күтпеген жерден коридорды бойлап жүгіріп келе жатқан әлдекімді байқады. Айжанар екен. Ол қаралы хабар айтуға келе жатқандай, Сейіт жерге шөгіп отыра кетті. Үмітінің соңғы талы үзіліп, тынысы бітіп бара жатты. Аға, сүйінші, Аманай көзін ашты деп саңқылдады Айжанар. Сөз одан қалып бара жатқан Сейіт, қыздың қуаныш атойлаған жүзін байқап барып, еңсесін тіктеді. Дәрігерлер тексеріп жатыр. Аманай есін жиды. Алла тілегімізді қабыл етті. Айжанар Сейітті құшақтай алды. Ал әке осы уақытқа дейін шыдас беріп, енді көз жасын көлдетіп тұрды. Айжанар Сейітті жетектеп ала жөнелді. Әкесі дәрігерлер орта қалған ұлының үстіне төне түсті. Аманай көзін кең ашпай, жан-жағына таңырқай қарады. Ұлым, жалғызым деп оған үйірілген әкесін Башаев құттықтады. Бағыңыз бар екен, сіз мықты ұлдың әкесісіз. Өз баласы оңалғандай дәрігер мәз болып тұр. Бірінші Алла, сосын сіздер ұлымды маған қайтардыңыздар. Ғұмыр жастарыңыз ұзақ болсын деп, шектен тыс елпілдеген Сейіт дәрігерді құшақтай алды. Жалпы палатаға ауыстырылған Аманай бірден сөйлей кетпеді. Палатаға ыстық тамақ алып, Айжанар кіргенде тұңғыш рет тіл қатты. Анашым деді үзіге қарап. Үні талмаусырап барып тынды. Есік көзінде тұрып қалған Айжанар Аманайға жүгіре жетті. Жетті де жігіттің дәкемен таңулы маңдайынан сипады. Қаны қашқан бетінен өпті. Осы дауыстың маған жартай арма болған жоқ па? Қыздың ыстық жасы жігіттің бетіне тамды. Ол енді төбесінен телміріп тұрған әкесіне қарады. Әке, деді сосын бала кезіндегідей дауысын құбылтып. Әкетай! Сейіт мең-зең. Құдайдан жаны қалсыншы деп тілегенде, Алласы сол тілегін ғана берген бе?
Ұлының шыбын жаны шықпағанмен есі кіресілі шығасылы сияқтым. Сейіт бірден дәрігердің кабинетіне бет алды. Аманай, ештеңе есіңде жоқ па? Айжанар бәрібір қуаныштың ұрлатқысы жоқ. Есімде, деді кенет Аманай төтеден тілге келіп. Қуаттың тексіздігі, сенің қанша адамды менің қарақшы емес екеніме сендіре алмағаның, үйіме қайтып келе жатқаным, желкеме тиген сойылдан сұлағаным, басыма келіп бір иттің ұлып жылағаны, бәрі есімде. Ал менің атым жадыңнан өшіп қалмады ма? Айжанар шаттық жасын тамшылатты. Сен кіріп келгенде анамды көргендей сезімге бөлендім. Содан да сені анашым дедім. Сол сөзді аузыма алмағаныма қанша болдым. Менің есімімді есіңнен шығарсаң да, еш ренжімеймін, тек аман болшы. Қыздың қамқор, мейірлі үніне жігіт баяу езу тартты. Сен, мен дивана болып жүргенде, сайтандай сыйықсыз түрімнен тіксінбей-ақ, мені адамға балаған жалғыз жансың. Сен менің дию емес, адам екеніме сенген, өзіме сені үйреткен сұлу бикешсің. Мұздаған жүрегімді, сыздаған көңілімді жылытқан Айжанарсың. Аманайдың асықпай, саспай, баптап айтқан сөзі Айжанарға бақыт есігін аштым. Сейіт дәрігерден қуана шықтым. Уақыт өте келе Аманай толық сауға декен. Көп күтім жасауға жет. Жас балаша мәпелейді енді ұлын. Қорғамады, қанатының астына алмады бұрын. Сол қатесін, тіпті күнәсін жуады бүгін. Жылы жұмсақты баласының аузына тостым. Өзі тамақ ішуге жараса да, әлі күнге қолынан тамақтандырып жүр. Су сұраса шай береді, шай сұраса бал береді. Жалғыз тұяғынан аяйтын несі бар? Саршұнақ аязын сүйредеп қаңтар жеттім. Желтоқсанда қатқан қара жерді тоң еттім. Сыртта қыс аязбен әшекеленген қылшын сермесе, Аманайдың жүрегін Айжанар деп аталатын бақытты сазы кернедім. Күн қорғатпай келетін Айжанар бүгін тәтті дәмдісін құшақтап тағы келді. Жалғыз емес, ата-анасымен бірге ажарланып кіріп келгенде Аманай орнынан тұруға тырысып бақтым. Жата бер балам, деді жылы жүзді құралай. Сендей жігітке жатып амандасу да жарасады деп өзімсіне әзілдеді Батырбек. Айжанар бізді сенің ақиқатыңа сендірді. Өтірікті өлтіруге бізде өз үлесімізді қоссақ дейміз. Мына кереметті қара. Екеулеп уақытша жеңісіне есірген өтірікті өлтіреміз деуші еді. Енді күрес жолында төртеу болды. Қуаныштан не дерін білмей сасқалақтап отырғанда Айжанар тың жалғанақтармен таныстырдым. Сейіт аға перзентханаға кеттім. Баршын босаны болды болыптым. Әкең немерелі болдым деп қуанғанын жасыра алмады. Тек сен алаң болмасын деп, бұл жаңалықты әзірге жасырын ұстап отыр. Менің көмегім баланың шала туғанын, не толып туғанын анықтау. Аудан орталығында 20 жыл тұрып, елге сөзіміз өтетін шығар. Перзентханаға барып, дәрігермен жолығып қайтайын. Әкелікті анықтайтын сараптама жасату керек пе деп Батырбек ойлы жүзбен сөзі таусылып қалған жігітке қарады. Батыр, оның не керегі бар? Егер бала қызың шешесі айтқандай шала тумай, мерзіміне жетіп туса, ондай сараптама жасату артық болады. Әйелдерден қулық артылған ба? Онда перзентхана жағалап көрейік, шындықтың бұрымын ептеп өрейік. Батырбектің сөзіне өзгелері риза бола күлісті. Ал мен ақиқат үшін айқасты бастап кеттім. Ертең ауылға қайтамын, жұмысыма кірісемін. Сонда мектептегі сыпсықайларға сенің жадыңнан айырылғаныңды, барлық жарқын сәттеріңді ұмытып қалғаныңды айтып, өсектің майын тамызайын. Мен білетін Айжанар өсек пен өтіріктен аулақ еді ғой. Мұндағы мақсатың не? Айлалы анасынан қыз асып түсетін тәріздау. Өйткені Камила қызымды Аманай зорлап жатқанда үстінен түстім деп елді шулатпады ма? Сол күннен 2 ай өтер өтпесе қызым жүкті деп жарияламады ма? Енді немерең шала туған деп әкеңді шақыртып отырған жоқ па? Сонша өтірікке менің бір өтірігім жауапты болмас. Бірақ мақсатымызға жетуге көмек болары анық. Айжанардың нәзік қолынан ұстап, үнсіз қалған жігіт сәлден соң сөйлеп кетті. Сендей адал дос бұйырған үшін де бақыттымын. Өмірім мәнін жоғалтып, ел кезіп кеткенімде сенің бір ауыз сөзің мені өмірге қайтарды. Сенен өзіме сенуді үйрендім. Шындықты шырылдатып қарап тұрмай, ол үшін күресуді үйрендім. Ең соңында кітап оқуды да сенен үйрендім. Айжанар сықылықтап күліп жіберді. Қазақ атам айтыпты, үйренді жирен деп. Айжанардың бұл сөзіне Аманай күлмеді. Салмақты сөзін жалғап әкетті. Жүрегімдегі бардан айырылдым деп, қанатымнан қайырылдым деп,
Зар шеңгелінде бүріскен кезім едім. Сен маған тарту еткен сенім деген ұлы күш мені мықтыға айналдырды. Алдымен өзіме сенімсіздікті жойдым. Өзімді әлсізге санауды қойдым. Жоқ, деді Айжанар айрықша шаттанып. Сен табиғаты мығым жансың. Өтірік қабырғаңды сөккенмен күйрете алмадым. Жалған ақиқатыңнан айырғанмен біржолата уысында сүйрете алмадым. Жан досым, деді жігіттің қолын қысқан Айжанар іштей. Ғашығым, деді Аманай жүрегімен. Қаңтарда ұядан шығатын қыранның балапанындай кәріне мінген қыста қайратын жиып Аманай ауруханадан шықтым. Ол ауылға жеткен соң алып қашпа сөз тіптен өрекпіп кеттім. Айжанар да ауылға келіп жұмысын бастады. Өзі бір ай болмағанда қуат әбден қаһарман атанған еді. Айжанар келіп, оның құр сүлдері қалды. Әр сөзі айқын, әрекеті жоспарлы, қылықты қыздан ол енді өзі аулақ жүруге тырысты. Шынымен де, Айжанар өз жалынымен оны да өртеп жіберуге бар еді. Бұл күндері Күзипаның қабағы қату болғанмен Кәмиләнің көңіл жай. Күзипа қатуланбай қайтсын, Аманайды қалаға бездіріп, әкесінен суытып жіберемін деп жасамаған айла шарғыш жоқ. Енді ол кетпек түгіл, бұл өзі жасап берген жалған әйелі мен өтірік баласын қосып, мұның басына бәле болайын деп отыр. Бұрын бір өгей ұлдан құтылуды ойласа, енді ол жігіт 3 есеге артты. Ал Кәмилә жиенін Сейіт келіп немерем деп бауырына басқанда мәз бақпастан қарап тұрды. Сейіт Асылбектің түнгі шабуылын білсе де, сотқа шағымдан алмады. Кәмилә Аманайдың үстінен домалақ арыз бұрқырататынын айтып, долданып отырып алды. Енді жағдай тек қана Кәмиләнің пайдасына шешіліп келеді. Тек шындықты Асылбек біліп қоймаса болғаны. Баршынау, қалыңдық көйлегін таңдауға қашан барасың? Ана ошақ қасында аттап шығып көрмеген жеңгек ертіп бармақсың ба? Одан не қайыры? Апа, мен қорқамын. Той үстінде өтірігіміз әшкере болса, басқа емес, ағам бізді өлтіреді. Баршының жүзінде уайым бар. Сен өз сөзіңе абай болсаң, әр аттаған қадамыңды жіті ойластырсаң, өтірік мәңгі өмір сүреді. Оның үстіне некелесуге өтініш беріп те қойдыңдар. Қазір аман жармес болып қалған жоқ па? Айтқанын демде ұмытады дейді. Бұрынғысында бұлдыр біледі екен. Өз-өзінен ұйқысы келіп, бір бұрышта өлеусіз отырады деседі. Ондай қолжаулық күйеді дүниенің төрт бұрышын кессейде таппайсың. Байлықта, молшылықта өмір сүресің. Кәмилә қызының жанына отырып алып, оған бақытты болашақ жайлы уағысын айта жөнелді. Бәрібір көңілім тыныш емес. Әрі аман дивана болып қаңғып кеткенде оған жаным ашитын. Ал қазір ағамның тепкісінен өзген аяп қайтесің. Одан да өз жоғын түгенде. Сенде бай жоқ, бала бар. Байлық жоқ, бірақ қол соссаң алар қазына бар. Ал Күзипа тырнағын көрсетсе не істейміз? Оның үндеуге мұршасын келтірмеймін. Аманға қатысты жасаған барлық құлық сұмдықтары менің алақанымда. Осы сәт қызыл шақан нәресте өтіріктің уына шыдамағандай шыр ете қалды. Ақпанда қытымыр қыз бас білген асаудай аздап жуасып қалдым. Ауылдағы өсек-өрті бір басылмады. Басылмақ былай тұрсын, күніне еселеніп лапылдай берді. Диуана Баршынға өз еркімен үйленетін болыпты. Сейіт тойханаға ұлының тойын ертеңіне немересінің қырқынан шыққанын тойламақ екен. Ақыры жесір Кәмиләға Алла оң көзімен қараған екен. Асылбектің соққысы арсыз Аманға ес жидырған екен. Дұрыс, дұрыс. Ел іші гулеп жатқанда Сейіт тойға дайындалды. Өзі өмір бойы аңсаған жалғыз ұлының тойына осылай күпті көңілмен әзірленетінін білмепті ғой. Немерелі болдым деп қуана да алмадым. Ұлы тойдың тез арада өткенін қалайтынын айтқанда бұл аң-таң болды. Өзі таяққа сүйеніп әрең қимылдайды. Қайдан шыққан асығыстық? Күнәмді тездетіп жуғым келеді, әрі ұлымды жаныма алуға асыққаным қалыпты жағдай емес пе? Деп ол өз уәжін айттым. Амандығын Алласынан 3 рет сұрап алған жалғыз тұяғынан аянары бар ма Сейіттің? Бүгін ұлының айтқаны тіптен есінен адастыра жазады. Сәбиді көру үшін Баршынды шешесімен қонаққа шақырғысы келеді екен. Ауруханадан шыққалы бері расында да тым аңғал, өте елгезек болып кетіпті. Кәмилә жеңімпаз раймен кеуде кере кісіне ерді. Баршын тұқырып алған.
Тіке қараса әлдебір құпиясынан сыр берердей төменшіктеп отыр. Есесіне Кәмила тым еркін. Күзипаға да ара-тұра бұйырып қояды. Дастархан басында әрнені бір сөз етісіп отырғанда сәби жылады. Баршын түрегеліп еді, Аманайда қоса тұрды. Әкеліп парызымды өтеуді бүгінен бастайын деп жымиды. Алдымен тіл алғыш күйеу болуды ойла деп Кәмила жырқылдап күліп жіберді. Сейіт әйелдерді оңаша қалдырып сыртқа шығып кетті. Оңаша бөлмеде Аманай мен Баршын. Алғаш рет осылай оңаша қалулары. Баршын, деді Аманай жұмсақ сөйлеп. Атын ұмыта беремін, есіме түсіріп жіберші. Нұртас, өмірі нұрлы болсын, өзі тастай мықты болсын деп апам қойған, деді Баршын баласының жөргегін ауыстырып отырып. Берші ұлымды құшақтайын. Аманай баланы еппен көтеріп алып бетіне үңілді. Бір уыс қызыл ет. Қабағы тартылып, мұрны тәмпейіп жатыр. Аманай баланы көтерген бойы орнынан түрегелуге ыңғайланып, ақылап қайта отыра кетті. Ойбай, аяғым, жаным шығып барады. Баршын, көмектес, баланы әкел. Баршын, бір жақсылық жасаршы. Бөлмемде ауруды басатын дәрі бар, әкеліп берші. Қорықпа, ұлымызды құлатпаймын. Баршын ойланып отырмай шыға жөнелді. Аманай өзі алдын ала дайындаған кішкентай қайшымен баланың желке тұсынан үрпиген шашын білінбестей етіп қиып алды. Сосын қалта телефонның камерасын қосып, шкафтың жоғарғы жеріне жасырып қойды. Баршын айтылған дәріні таппай дәрумен алып келіпті. Аманай оны ішкен соң барып жан шақырғандай болды. Өзі Баршынға тақалып отырып, сиқырсып сөз бастады. Топ кеткенсің бе? Бұрын томпақ едің, қазір тубиенің жаясындай төңкеліп тұрсың. 9 ай бала көтеру оңай деймісің? Баладан топ кеттім, әйтпесе. Осы қалпыңдадан ұнайсың маған. Бұрында ұнайтынсың. Тек Асылбектің қарындасы болған соң ештеңе айта алмадың. Аманайдың сөзі құлағына майдай жаққан Баршын балқып бара жатқандай еді. Тұтқиылдан есіне анау мұғалім қыз түсті. Айжанарды қайда қоясың? Мектептің алдында тұрып, оны күткенің қайда? Дивана кезімде кіммен болса да бір мейірім күттім. Ол жай ғана шуақ күткен бір қыз, басқа ешкімде емес. Әрі мектептің жаңында оны күткенім есімде жоқ. Баршын енді жайылып түсті. Өзім бақытты отбасылық өмір тосып тұрғанына күмәні қалмады. Әй қыз, қайда жоғалып кеттің? Бөлмеге Кәмила атып кірді. Ұлымызды қызықтап отырмыз, деді Аманай жорта жымиып. Сен шыға тұр, деді Кәмила суғыраймен. Аманай таяғына сүйеніп, баяу басып шыға жөнелгенде қызын жерден алып жерге салды. Құшағында отырсың, қызара бөртіп. Диван емес пе? Сөйтіп отырып ақ. Кетпесін сені құртып. Жүр, жинал, үйге кеттік. Апа, дивана демеші, Аманай ұлына жақын болғысы келеді. Баршының мына сөзіне Кәмила ысқырық ашуын ойнатты. Әй, қашаннан бері Аманның ұлын туып едің? Қуатпен алып жаласам деп буаз болдың. Елге масқара болмасын деп, әр Сейіттің байлаған бір шетін ұстайық деп, Аманды жаманатты қылдым. Енді келіп Аманның ұлы дейді ғой, аузыңды жапты, жөнел үйге. Балан маған бер. Ызғарлы сыбыр бөлме ішін жайлап кеттім. Болашақ енесі мен жарына құрмет көрсетіп есікке дейін шығарып салған Аманай үш аяқтап қонақ бөлмеге келді де қалта телефонын тексерді. Абырой болғанда бәрі анық жазылыпты. Бейнежазбаны ақиқат күресінің алғы шебінде жүрген Айжанарға жолдады да өзі терең тыныстады. Кешке Сәкен келіп Аманайдың аманатын алып кетті. Одан күдіктенген Күзипа болмады. Сәкен Сейітке әлденеге наразы, қабағы қатулы көрінді. Қарындасына аман шабуылдағаннан текке қоятын түрі жоқ-ау деп шамалады Күзипа. Тойдың белгіленген күнін 2 мәрте шегеруге тура келді. Аманай төсектен басын көтере алмай, сүйегі қақсап ауырып қалды. Мұны естіген Кәмиладан маза қашты. Үйіне барып, көтерем қойдай болып бозарып жатқан Аманайды көріп, көңілі орнына түсті. Кәмиланы алдайтын Аманда шама бар ма? Сөйтіп жүріп Наурызға да ек іліндірді. Долы қыз кету қамын ойламаса да, көктемнің әлсіз иісі сезіліп тұрды. Бүгін тойым болады, деді Баршын төсегінен тұра сала. Бүгін шындықтың жеңетін күні, деді Аманай терезеден далаға үңіліп. Бұл күн адасқан ақиқат патшаның тағына отыратын таңғажайып күні, деді Айжанар айнаға қарап. Түс ауа уәделерінде тұрып, әке-шешесі де бауырларын алып келіп жетті. Тек тойдың кешін күту ғана қалды.
Жаздан бері үлкен той көрмеген ауыл тұрғындары Сейіт бір кісідей-ақ шақырды. Ешкімді елеусіз қалдырмадым. Пенделер құрап берген шырайсыз шаттығын тойлауды шақырылмаған жан қалмас екен деді. Ауданға әтім алым, қаламақысы да әжептәуір қымбат, өзіне Қыран деп ат қойған Мұрат асабаны арнайы алдыртты. Тойхананың төріне жас жұбайлар жайғасты. Ұзын бойлы, кең иықты Аманайдың жанында майдан дөңгеленген баршын сұңқардың қасына қарғаның балапанын ерткендей көрінді. Неке қиятын сәт келді. Жеңгесінің жанында көбешкімен кеңеспей бөлектеніп отырған Айжанардың іші ұлып қоя берді. Егер бір білместік етіп Аманай баршының жарына айналса, онда не болады? Айтшы, жүрегім. Шындық жылап қалады, деді ақыл оны. Ақылым, сен араласпа. Мен өрекпеген жайымның төрелігін жүрегімнен сұрап отырмын. Жүрек лүпілдеп тұрып, маңғаз сөз бастады. Некесі қиылса аманның, болғаны сонда жаманның. Сыңарымнан айырылып, зарланып мен қаламын. Диуанаға дос болдым, ал Аманайға ғашықпын. Жүрегінен шырғаланға салмас шынайы жауап естіген Айжанар орнынан көтерілді. Назар салып еді, неке қызметкері күйеу жігітке сұрақ қойыпты. Сіз Сейітұлы Аманай, терлік қызы баршынды әйелдікке алуға келсесіз бе? Зал тына қалды. Сабыры таусылған баршын Аманайды жеңінен жұлқып қалды. Жоқ, деді Аманай саңқ етіп. Айжанардың жүрегінде күн жарқ етті. Не дейді? Мына қу жазған. Кәмила Аманайды сыбай атып тұрды. Тағы да сүйегіңді уатып тастайын деп тұрсың ба? Сынған аяғың өзіңе олжа болып еді. Осы жол мүлде аяқсыз қалдырамын деп Асылбек жас жұбайлардың үстеліне ұмтылды. Зал іші ырду-дырду болып кетті. Қайталап сұраймын деп сызылды неке қызметкері. 40 қайталасаңыз да айтар жауабым осы. Аманайға Сейіт келіп қабағын түйді. Бұрынғыдай ұлын шапалақпен тартып жібермесе де көзімен атып жіберді. Тыныштық сұраймын, деді қыз даусы залды кернеген шудан асып. Дүрліккен жұрт әрең саябырсыды. Ортада Айжанар тұр. Қолында құжат, телефон. Бес қаруын сайлап ұрысқа аттанған жауынгер тәрізді. Жоқ деуінің себебі мынадан. Көз салыңыздар, тек тыныштық сақтаңыздар. Алдымен мына бейнежазбаны көріңіздер. Асаба мырза, үлкен экранға жалғай аласыз ба? Мына шөпжелікке не дейді? Кәмила шапшып барып Айжанарды ұстамақ еді, Сәкен маңайлатпады. Экрандағы бейнежазбаны 4 көз түгел көрді. Бала шала тумаған, 9 ай 9 күн дегенде жетіліп туған, дені сау бала деп дәрігер ақиқатты ақтарып салып отыр. Жалған, деді Асылбек атып тұрып. Бұлар ақшасына мастанған иттер, дәрігерді сатып алған ғой. Онда мына бейнежазбаны қара. Мұнда ешкім сатылмаған. Айжанар сыбызған үмен тағы да залда тыныштық орнатты. Бейнежазбада аңғал Аманай мен бөксесі төңкеріліп баршын көрінді. Толып кетіпсің, бұл Аманайдың сөзі. 9 ай бала көтеру оңай ма? Баладан толып кеттім. Бұл майысып отырған баршының сөзі. Міне, баршының сөзі де баланың шала тумағанын дәлелдеп отыр. Айжанар қырағы тергеушіден бетер тақылдап ортадан кетер емес. Зал шулап барып басылдым. Кәмила айласы таусылып, демігіп барып құлап еді. Экраннан көз айырмай отырғандардың бірі де оған назар аудармады. Ары қарай Кәмила мен баршының сұрқия сыбыры басталды. Сыбыр болса да, дыбыс күшейткішпен анық естілді. Тағы қандай дәлел керек деп ышқынды Айжанар. Міне, кеше қалаға ата-анам арнайы барып, әкелікті растайтын сараптаманың қорытындысын алып келді. Бұл балаға Аманайдың әкелік үлесі 0-ге тең. Тоқығаннан әрі бүкіл ауылдың алдында сөйлегеннен Айжанар кеудесі қысып, жүзі нарттай жанды. Я, бұл той менің, Айжанардың, Сәкен ағаның, Айжанардың ата-анасының ақиқат үшін жасаған соңғы әзірлігіміз болатын. Дүйім жұрттың алдында диуана деген аттан құтылып, адам екенімді дәлелдегім келді. Бұл жолы өтірік жер қауып, қайта тұра алмастай омақаса құладым. Барлықтарыңыздың көздеріңіз жеттім. Мен ешкімді қорлаған да, зорлаған да жоқпын. Ақиқатым осы. Аманайдың сөзінің соңын азақиқы шу басып кеттім. Кәмила ентігіп жерде жатыр. Баршын буынын билей алмай, қалыңдық көйлегінің етегін басып, шоңқайып отыр. Құдды бір семіз қаз айдында ұша алмай жатқандай күлкілі көрініс. Бетін қолымен көлегейлеп, тізерлеп қалған Асылбек
Кенет барстай атылып тұрдым. Жас жұбайларға арналған сәнделген үстелге мысықша секіріп шықты да Аманайдың аяғына құлай кетті. Мені соттат, құрт мені, пақырдың көзін. Туғандарымның сөзіне сеніп шоқ бастым, сені дұшпан тұтып адастым, мен итжеккенге айдат. Сені соттату ойымда болған емес. Саған титтей де ренішім жоқ. Туған әкем маған сенбегенде, сенің өз қарындасының шындығына айланып, мені жауға балағаның ештен емес. Аманай теңселіп кетіп, Асылбектің үстіне құлай жаздады. Жер бауырлаған оның тұратын түрі көрінбеді. Менің ешкімім қалмады, отбасым да, досым да, бұрынғы беделім де жоқ. Ауылдан ендігі диуанасы мен боламын. Қаңғып кетем. Ол өз шашын өзі жұлып, өгіздей өкірді. Бұрынғы досын аяп кетіп, оны тұрғызбаққа иіле беріп еді. Бір мығым қол тоқтаттым. Әкесі екен. Бұның аяғына жығылмақ ниеті бардай көрінді. Сейден кие бергенде Аманай демеп қалды. Әке, Асылбекті тұрғыза алмай жатқанымда енді сіз жығылмасаңызшы. Менің денсаулық жағдайымды ескеріңіз. Мына сөзге тосылып қалған әкесіне Аманай тағы сөйлей жөнелді. Құлынға енесін тепкені батпас. Маусымның кешінде өзіңізден жеген таяқта ұмытылар. Бірақ сенбей, суық қараған сұрғылт күндер. Балам, мені кешір. Қарертсіз кер ақса да, көзімді ашу жапса да, жанарымнан сыр оқып, саған сенем. Сенімімді ешкімге ұрлатпаймын. Әкелі балалы екеуі айқара құшақтасты. Күтпеген жерден есік жақтағы ел шу ете қалды. Асылбек Қуатты сырттан ұстап алып келіпті. Мен қызды зорламадым, жай көңіл көтергім келіп, Қуаттың сөзін Асылбектің жұдырығы аяқтады. Бір тісін аманда кетіп еді деп қан түкірді Қуат. Мұны естіп қалғандар Айжанарды анау кеште зорламақ болған Қуат екен ғой. Пәлені аманға жауып өзі сытылып кетіпті. Біз бұған баламызды оқытып жоқытуға беріп мәз болып жүрміз деп даурығысып кетті. Қуат жаралы түлкідей қаша жөнелді. Соңынан әке-шешесі де андыздай шықты. Құрметті қонақтар, қалыңдық қашты, енеден ескетті. Тойда ары қарай жалғаудың мәнісі қалды ма деп Қаранасаба кетуге рұқсат сұрады. Жоқ, кетпеңіз. Нағыз той енді басталады деп Сейіт ортаға шықты. Мектеп директоры Жүсіп микрофон сұрады. Бір сағат сөйлемесе жарар еді деп Аманай тыпыршыды. Айналайын ауылдастар, мен мына Аманайды 15 жыл бойы оқытып едім. Анау қабесетті естігенде бас шайқап сене салғанама қазір ұялып тұрмын. Ұстаз ретінде мен сені тануым керек еді. Ұстаздарының атынан кешірім сұраймын. Жұрт дуылдата қол соқты. Кешірім сұрағандар оң жаққа, кешірім сұрамағандар сұраймын дегендер сол жаққа тұрсын деп асаба елді қыран-топан күлдірді. Ағайындар, ауылда енді диуана болмасын. Балаларымызды үлкендердің сенімі қорғасын. Асылбекке кешірім етіп, жаза басқан Кәмила мен Баршында да түзейік. Сейіттің сөзін қыранылып әкетті. Бүгінгі той рақымшылық тойы болмақ. Бұл той достықтың тойы, деді Сәкен жүз алаулап. Бұл той шындықтың тойы, деді Батырбек алға осыңқырап. Ақиқатқа ажар берген сенім ғой, ендеше сенімнің тойы болсын, деді Құралай көз шоқтанып. Ең бастысын айтуды маған қалдырдыңыздар-ау. Я, мен сөздің мәйегін айтайын. Бұл махаббат тойы. Бұл бұрынғы диуананың айдан түскен бикешпен қол ұстасқан құтты тойы. Асабаның сөзіне жұрт дүркірете шапала құрды. Қатар тұрған Айжанар мен Аманай бір-біріне көз астымен ұрлана сыр жолдады. Айдан келіп, жоқтың сен бағыма, диуана боп ел кезген сол шағымда. Диуанамен дос болуға асықтым, ал Аманай, мен өзіңе ғашықпын. Қос жанарда мөлдіреген әппақ сезім ұшқындары айналаны алуан түске көміп жібердім. Соңы.